Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өзім жасап жүрген ромашка самсасының құрамымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге су және тұз жақсылап араластырып аламыз. Мен суын сәл көптеу қылдым. Осы қамырмен қаттама да жасаймын. Өте қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Неге қамырымызды 20 минутқа демалдырып, бетін жауып қоямын. 3 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды жайып, арасына маргарин жағатын боламын. Қамырды жайып алдым. Ертілген щедрое лето майын ерітіп, неге құйып жатырмын. Тек щедрое майын қолданатын болсаңыздар, қыздар, жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Ал егер сұйық май арасына қосатын болсаңыздар, сәл басқашалау, қаттылау болып шығады. Сондықтан да тек щедрояны қолданып, осылай жұмсақ қамыр дайындап алсаңыздар болады. Неге қамырымды орап алдым. Бұдан кейін қыздар тағы да холодильникте 1 сағаттай тоңдырып алсаңыздар жақсы болады. Бөліп алдым бөліктерге. Неге уже фаршым дайын болып жатыр. Картошка, ет тартылған, пияз, тұз қостым, қара бұрыш, дәміне қарай. Азырақ сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың шетін осылай бүріп, ромашка тәрізді етіп түйеміз. Әдемі көрінеді. Және де жұмсақ дәмді болады. Бетіне жұмыртқаны тек сарысын ғана алып жағып, 160 градуста 40 минутта пісіріп аламын.